2003 жылы арқалықтың фотографын бітіргеннен кейін Астанаға, Алматыға және тағы басқа қалаларды аралап, өмір жолын қай қаладан бастасам екен деген ойым болды ғой. Ешқандай қала маған былай қатты бір әсер бермеді. Астанаға келген кезде бірден махаббатым оянды. Осы қаламен өмірімді байлаймын деп қалдым. Мәдениет басқармасында алғашқы кезде жұмыс жасадым. Жатақхана болды, филармонияның жатақханасы. Сол жатақханада да арман қуып келген елдің түкпір-түкпірінен біздің қазақ жастары Астанаға жиналып, өмірлерін Астанадан бастайын келіп жатыр екен. Солармен бірге өмір жолымызды бастадық. Астанаға келіп, мен суретші атандым. Астана арқылы көпшілікке танымал болдым. Осы Астанада шығармашылығым жоғары дами бастады. Астананың сұлулығы, көркемдігі маған шабыт береді. Астанаға деген махаббатым шексіз. Астана маған бүкіл өмірін берді. Махаббатын берді. Астана әлі талай жастардың, талай өнер адамдарының шарықтауына себепкер болатын қала.